Өрлеу акционерлік қоғамы Маңғыстау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктігін арту институты базасында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында берген тапсырмасын орындау мақсатында 2013 жылдың тамыз және 2014 жылдың тамыз айларының аралығында білім мазмұнын жаңғыртудың басым бағыттары аясында іс-шаралар ұйымдастырылып өткізді. Деңгейлік бағдарламалар бойынша өткізілген 3 айлық курстарға Ұлыбритания Кембридж университетінен тренер кеңесшілер Майкл Джозеф, Грэхэм Хоффман шақырылды. Жыл ішінде 12 маман болашақ халықаралық стипендиясының және өрлеу акционерлік қоғамның халықаралық біліктілігі арту жоспары бойынша Ресей Федерациясы, Франция, Ұлыбритания, Оңтүстік Кореяда біліктіліктерін арттырып тағылымдардан өтіп келді. Филиалда осы бағытта кері байланыс семинарларын өткізу игі дәстүрге айналды. Ақпараттық танымдық әдістемелік Маңғыстау мұғалімі газетінің редакторы математик Қуанхан Ванов латын грек таңбалы әліпбиі, латын қарпіне көшірудің өзекті мәселелері, и мен удың емлесі жөнінде тақырыбымен тіл білімі проблемаларына қатысты зерттеу еңбектерін жазды. Республикалық ғылыми практикалық конференцияларда шетелдік және отандық ғалымдар қауымына таныстырылып, үздік жоба авторлары қатарына енді. Қуанхан Вановтың редакторларымен 2013 жылғы Маңғыстау әдіскері ақпараттық әдістемелік журналының алғашқы нөмірі жарыққа шықты. Маңғыстау облысына 40 жыл, Ақтау қаласына 50 жыл, Білім арттыру институтының 40 жыл толу мерекелері қарсаңында желтоқсан айында Маңғыстаудың педагогикалық тарихи халықаралық байланысты дамыту болашағы және тәжірибесі тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Аталған конференцияға 250 астам педагог қызметкер қатысты. Алыс жақын шетелдердегі және республика көлеміндегі өлке дамуына үлес қосқан бірнеше ғалымдар шақырылды. Ресей Федерациясынан бұрынғы Ақтау қаласының білім бөлімінің бастығы, Мәскеу Тольятти коммерция институтының ректоры Огнев Александр Осипович қатысты. Конференция аясында үздік қазақстандық және халықаралық тәжірибелердің негізінде біліктілікті арттыру мазмұнын модернизациялау, Маңғыстаудың педагогикалық кеңістігі, тарихи аспект, беталыстары проблемалар келешегі, 21 ғасырдағы педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру, дәстүрлі әдістер мен инновация, біліктілікті арттыру жүйесінің жаңа форматы, беталыстары және келешектегі даму жолдары тақырыбында тренинг семинар көрме, дискуссияға арналған дөңгелек үстел, шеберлік сыныптары өткізіліп, материалды жинақ болып шықты. Конференцияның ашылу салтанатында филиал директоры Индира Таумышқызы Жұмағалиеваның басшылығымен Маңғыстау облысының білім саласының даму тарихына арналған Маңғыстау мұғалімдері энциклопедиясының тұсауы кесілді. Арнайы үздік қызметкер, құрметті қызметкер медальдары және төсбелгілері дайындалып, 200-ге жуық ардагер ұстаздарға табысталды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің 2014 жылғы 31 шілде номері 71 бұйрығы негізінде 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру бойынша өтінімдерді даярлау үшін жарияланған конкурсқа Ғабиден Қабекенов, Замира Айтжанова, Балгенже Ақпердиева, Гүлшара Бегаришева секілді ғалымдар ғылыми жобаларын жасақтап жолдады. Филиалдың оқытушы профессор құрамы халықаралық білім кеңістігінде ғылыми негізінде лайықты үн қосуда. Жоғары импакт факторымен 12 мақала жарық көрді. Мақала авторлары Алмахан Қабылова, Әділет Қабылов, Мәншүк Құсайынова, Индира Жұмағалиева, Нұраллах Садыков, Замира Айтжанова, Бейбіт Ибраев, Гүлжан Берікбасынова, Перуза Жарылғасова. Біздің облысымызда үздік инженер-педагог атты сайыс өткен болатын. Бұл сайыстың жеңімпазы болып Өскенбаев Таңат Максимұлы жеңіп алған болатын.